Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қарилар мен хафиздардың айырмашылығы бар ма? Бізде Орта Азияда Құранды жаттаған адамды қари деп айту дәстүрі қалыптасқан. Құран жаттаған адамның тағы бір атауы ол хафиз. Жалпы өзі хафиз деген сөз хифз деген сөзден шыққан. Бұл хифз деген сөз Құранды көкейде жаттау, сақтау деген мағыналарды білдіреді. Хафиздіктің тарихы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дәуірінен басталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Жибрил алейхиссаламнан уахиді үйреніп, әрі оны жаттап алатын болған. Бүкіл Құранды әрбір Рамазан айында Жибрил алейхиссаламға тапсырып тексертіп отырған. Сонымен қатар сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дәуірінен бастап Құранды жатқа оқу, оны меңгеруге аса мән берген. Сахабалардан кейін табиғиндер, атбаа табиғиндер де тура солай болған. Ал қари деген сөзге келетін болсақ, бұл сөз қыраат, Құран деген сөздерден келіп шығады. Оның мағынасы Құранды оқушы дегенмен қатар Құранды әсемдеп, мақамына сай, көркем етіп оқитын адамды қари дейді екенбіз. Бұл мағынаға келетін болсақ, қари сөзі хафиз сөзінен қараған кезде ауқымырақ. Демек, жаңағыдай әрбір қари хафиз болатын болса, әрбір хафиз ол қари емес.